Бүгін асықпайық, деді ол Айнұрдың иығына қолын қойып. Қар жауып тұр, ешкім келмейді. Айнұрдың денесі қалтырады, бірақ ол қарсы шықпады. Қарсы шықса не болады? Автобус тоқтап тұр. Ақша жоқ, үйге қалай жетеді? Жатақханаға жетпесе, ертеңгі дәріске қатыса алмайды. Ал дәріс оның жалғыз үміті. Мырзағали аға көзін жұмып, қолын Айнұрдың шашына салып баяу сылады. Жақсы қызсың сен, деп сыбырлады ол. Ешкім білмейді. Біздің құпиямыз болады, деді. Айнұр ештеңе демеді. Тек іштей санады. 1, 2, 3, біткенше. Сосын ол тұрып пальтосын тізеді. Мырзағали аға қалтасынан 500 теңге шығарып берді. Міне, бүгін көбірек суық қой, бірдеңе ал, деді ол. Айнұр ақшаны алып есікке қарай беттеді. Қар әлі жауып тұр. Ол сыртқа шығып, басын төмен салып, жатақханаға қарай жүрді. Артында автобус қозғалып, жолға түсті. Фараларды қардың ішінде ұзаққа дейін көрді. Жатақханаға жеткенде бөлмедегі қыздар ұйықтап жатқан. Айнұр диванға отырып, телефонды қолына алды. Әлеуметтік желіде достарының суреттері, біреуі кафеде, біреуі саябақта, біреуі жаңа киім киіп, ол өз суретін салмады. Қайтадан салғысы келмеді. Көзіне жас келді, бірақ ол жыламады. Тек терең тыныс алып, өз-өзіне айтты. Соңғы семестр, оқуды бітірсем, осының бәрі бітеді. Жаңа қала, жаңа өмір, ешкім білмейді. Бірақ түнде ұйқысы келмеді. Мырзағали ағаның даусы құлағында. Жақсы қызсың сен. Ол жастығын қысып көзін жұмды. Бірақ сол сөздер ұйқысын қашырды. Келесі аптада тағы солай болды. Одан кейінгі аптада да қыс өтіп, көктем келді. Айнұрдың дипломдық жұмысы дайындалып жатты. Ол Мырзағали ағамен кездесуді азайтқысы келді. Бірақ ақша тапшылығы әлі де бар. Сондықтан әлі де жалғасты. Бір күні автобус толы болғанда Айнұр билет алмай мінді. Мырзағали аға айна арқылы қарап басын изеді. Бірақ сол күні артқы жақта бір жігіт оларды байқап қалды ма, әлде бірдеңе сезді ме, ол Айнұрға қарап күлімсіреді де телефон шығарып суретке түсіргісі келгендей болды. Айнұрдың жүрегі аузына келді. Ол тез орнынан тұрып келесі аялдамада түсіп кетті. Мырзағали аға кейін хабарласты. Телефон нөмірін ол әлде қашан алған болатын. Абай бол, қызым. Кей адамдардың көзі ашық, деді ол. Айнұр телефонды өшіріп тастады. Жалғасы бар. Егер әңгіме ұнап жатқан болса, каналға тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар.